Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымызды біз жалғастырамыз. Бүгін бізде семинар сабағы. Осы алдыңғы тақырып біздің сабағымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағы. Бұл енді сабағымызда, бүгінгі семинар сабағымызда біз алдыңғы өткен тақырыптар бойынша талдау жұмыстарын жүргізіп кетеміз. Демек, бастапқыда біз айттық, алдыңғы тақырыптарымызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тақырыбын өттік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру, және де осы жанды сыбайлас жемқорлыққа қатысушы адамдар, субъектілер деп айтып кеттік алдыңғы сабағымызда. Бүгін енді сол алдыңғы өткен тақырыбымыздың сабағымыздың семинары өткізіледі. Демек, бүгінгі сабағымызда біз тапсырмалар жинағынан талдама жасап кетеміз. Ондағы мақсатымыз осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның жаңа баптарына негізделіп отырып, баптарына қарап отырып, баптармен жұмыс істеу. Кезде заңнамамен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңмен жұмыс істеу. Енді құрметті білім алушылар, сіздер жақсы білесіздер, біз енді үнемі баптарды талдап отыратын боламыз. Біз үнемі ол баптарға мысалдар келтіріп отыратын боламыз. Жан-жақты талдау жасап отыратын боламыз. Сабақ сіздерге негізінде электронный вариантын электронный почталарыңызға, группаның электронный почтасына мен тапсырмалар жинағын жаңағыдай жіберемін. Өзім жаңағыдай осы тапсырмалар жинағын дайындаған болатынмын. Тапсырмалар жинағын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізі пәні бойынша тапсырмалар жинағы. Енді біз семинарда үнемі бұл тапсырмалар жинағын қолданып пайдаланып отырамыз. Бұл енді жаңағыдай группаның электронный почта жіберсе, сол электронный почта тарыстылардың электронный почталарына мен жіберемін. Сіздер үнемі жаңағыдай осы тапсырмаларға қарап өздеріңізді талдап отыратын боласыздар. Енді рұқсат болса, мен бүгін бастайын деп едім. Бірінші жаңағыдай мынадай есептерді талдап кеткім келіп тұр. Жеке тұлғалар, қоғамдық бірлестіктер және де өзге де заңды тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізеді деген норма бар. Осыған байланысты ситуациялық жағдай құрастырыңыз дейді. Енді жеке азаматтар белгілі, қоғамдық бірлестіктер бар. Және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізу барысында жеке азаматтар, жаңағыдай қоғамдық бірлестіктер, кез келген азамат, жалпылай тіпті мемлекеттік қызметші болсын да жаңағыдай ғылыми жұмыстармен айналысуға құқығы бар да. Демек, сараптама жүргізуге құқығы бар, ғылыми сараптамалар жүргізуге құқығы бар. Соның ішінде бүгін жеке азаматтар жайлы айтқым келіп тұр. Жеке азаматтар, егердем жаңағыдай сыбайлас жемқорлық тақырыбын, сыбайлас жемқорлықпен жасаған қылмыстар, сыбайлас жемқорлықпен жасаған әртүрлі құқық бұзушылықтар жайлы ғылыми зерттеме жасайын десе, сол тақырыпты зерделейін десе, ол жөнінен жаңағы зияткерлік жұмыстармен айналыса алады. Демек, қалай зияткерлік шығармашылық жұмыстармен айналысады? Әртүрлі мақалалар жазу, әртүрлі жаңағыдай рефераттар жазу, әртүрлі жаңағыдай оқу құралдарын даярлау, және де осы дайындаған шығармашылық жұмыстардың барын, еңбектердің барлығын білім алушыларға осы жаңағыдай оқыту барысында, білім беру барысында қолдануға ұсына алады. Бұл енді жеке азаматтардың, қоғамдық бірлестіктердің құқығы. Мысал үшін қарапайым мысал айтайық, егер мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша тапсырмалар жинағын дайындаған болсам, сол менің өзім жасаған еңбегім, атқарған еңбегім. Бұл шығармашылық жұмыс, бұл зияткерлік құқық, бұл шығармашылық ғылыми жұмыс. Бұл жұмысым бойынша да мақсатым жаңағыдай білім алушылардың арасында сол материал, сол мен ұсынған шығармашылық жұмыс, ол кәдімгідей сол пайдаланылуы керек. Мақсат сол білім алушылар оқып, дәріс алып, тәлім алып, сол келешекте өздерінің тәжірибесінде, қызметтерінде, өмірлерінде дұрыс өздерінің ұтымды пайдалана алатындай болу керек. Келесі жаңағыдай есеп тапсырмамыз, семинар сабағында студент былай деп жауап берді дейді. Жұртшылықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысуы бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның баптарында көрсетілген дейді. Студент Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы заңның қандай баптарында көрсетілгенін қандай бапта көрсетілгенін айтып тұр. Енді осы жерде студент айтып тұр ғой, жұртшылық деп тұрғаны, бұл жерде демек жұртшылық ол азаматтар, қоғамдағы жеке азаматтар. Кез келген жаңағы жеке азамат осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл барысында әртүрлі жаңа ұсыныс жасауға, жазбаша, ауызша, мемлекеттік органдарға, үкіметке, жаңағыдай уәкілетті органдарға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне, прокуратураға ұсыныс жасауға құқылы. Және де сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау, жолын кесу бойынша әртүрлі ұсынымдарды жазып, мақалалар жазуға алдында айтқанымыздай шығармашылық жұмыстармен айналысуға құқығы бар. Енді осы біз егерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңды алатын болсақ, бұл әрине айтылып отырған, қозғалып отырған тақырып, бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 23-ші бабында көрсетіледі. 23-ші бабында көрсетіледі. Сол 23-ші бабында көрсетіледі нақты жұртшылық, демек кез келген азамат сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша алдын алу, жолын кесу, мәдениетті қалыптастыру бойынша ұсыныс, жазбаша, ауызша ұсыныс жасауға құқығы бар. Кез келген уақытта азаматтардың құқықтары қабылданады. Кез келген уақытта азаматтардың құқықтары назарға негізге алып, ол әрине мемлекеттік органдарында ортақ талқылауға ұсынылады. Келесі тапсырмамыз жеке азаматтар, заңды тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заңнама мен құқық қолдану практикасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстарын енгізеді деген норманы қалай түсінесіз? Бұл жерде де сол жаңағы жеке азаматтар және де заңды тұлғалар. Енді заңды тұлғалар дегеніміз белгілі ғой, коммерциялық ұйымдар және де коммерциялық емес ұйымдар. Коммерциялық ұйымдарға көбінесе біз кәсіпкерлерді жатқызамыз, бизнес ортаны жатқызамыз, әртүрлі кәсіпкерлікпен шұғылданатын азаматтарды жатқызамыз жаңағыдай. Осы кәсіпкерліктер, бизнес ортаның мамандары және жеке азаматтар. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жүргізуге араласады әрине. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізеді, субъектілер болып табылады. Және де осы жерде өзі мысалы үшін қараңыз, кәсіпкер болатын болса, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізу барысында кез келген жаңағыдай нормалар бойынша кәсіпкерлік кодекс болсын, қылмыстық кодекс болсын, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс болсын, жер кодексі болсын, жаңағыдай осы баптарда мынадай мәселе қозғалған, осы аталған баптарда мынандай бір сауалдар туындап тұр деп сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментіне кез келген уақытта барып сұрап кеңестер ала алады бұл жерде. Және де осы жерде заңды кеңес ала алады. Сонымен қосымша осы кәсіпкерлердің де, жеке азаматтардың да, бизнес ортаның уәкілдерінің де барлығының құқықтарын қорғау бұл жерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның міндеті, және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі де бұл мәселені басты назарға осы күндері қойған болады. Келесі тапсырмамыз аудандық прокурор былай дейді: сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесуді, ашуды, тергеуді және алдын алуды, оларды жасауға кінәлі адамдарды жауапқа тартуды өз құзыреті шегінде прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, әскери полиция, ішкі істер органдары, экономикалық тергеп-тексеру қызметі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара қызметі жүзеге асырады. Прокурор айтқан нормалар Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның қандай бабында көрсетіледі дейді. Енді осы жерде жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңды егер білім алушылар айтқым келіп тұр, студенттер байқайсыздар ма? Біз өзі жаңағыдай тапсырмалармен жұмыс істей бастаған кезде, бұның барлығы казустар ғой, ситуациялық жағдайлар. Енді біз кез келген мәселені шешетін болсақ, міндетті түрде нормаларға көз жүгіртеміз, міндетті түрде заңнамаларға көз жүгіртеміз. Біз қолымызға заңнаманы алып, сол заңның ішінен баптардан қараймыз. Қай баптың негізінде біз нақты жауап таба аламыз, қай баптың аясында негізінде біз нақты шешім қабылдай аламыз деп. Кез келген уақытта
осы жаңағы нормативтік актілерге, заңнамаларға, кодекстерге қарап қана нақты шешім қабылдануы керек. Бұл жерде әрине сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда 22-ші бап бар. 22-ші бап. 22-ші бапта көрсетіледі ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура, ішкі істер органдары, полиция, әскери полиция, және де ұлттық қауіпсіздік комитеті, әскери шекара қызметі, және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, экономикалық тергеп тексеру қызметі, тергеу қызметі, осы уәкілетті органдар міндетті түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жүргізуге міндетті деп көрсетеді. Және де осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті деп көрсетеді. Келесі тапсырмамыз сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды қалалық прокурор былай дейді: мемлекеттік органдардың, ұйымдардың басшылары өздеріне тікелей бағынышты қызметкердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу жөнінде лауазымды міндеттерін орындамағаны, тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәртіптік жауаптылықта болады. Прокурор айтқан норма қандай заңнамада, қандай бапта көрсетілген? Бұл жерде енді көрдіңіз бе, прокурор өзінің сөзінде, өзінің баяндамасында, өзінің сөзінде әрине мемлекеттік органдар жайлы айтып отыр. Мемлекеттік құзырлы органдар жайлы, және де осы мемлекеттік органдардағы мейлі құқық қорғау органдар, прокуратура болсын, мейлі жаңағыдай әкімдік болсын, жаңағыдай аудандық атқарушы органдар болсын, мемлекеттік органдардағы басшылар өздерінің қарамағындағы егер қызметшілерге арасында жаңағыдай сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау бойынша іс-шаралар өткізбесе, я болмаса жаңағыдай қарамағындағы өздеріне бағынышты қызметшілер қандай да бір құқық бұзушылық әрекеттер жасады, тәртіптік теріс қылық деген сияқты, я болмаса сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар әкімшілік, болмаса қылмыстық, сол қандай да бір құқық бұзушылықтардың алдын алмай, жолын кеспей, ешқандай іс-шаралар жүргізбесе, және де қайта кейбір қызметшілерге мынау көтермелеу жасау, заңсыз жолмен қызметінен көтермелеу, яки болмаса жаңағыдай егер жұмысқа қызметке бір күн келмей қалды, 2 күн келмей қалды, жұмысқа болмады, соның өзінде де жаңағыдай ешқандай шара қолданбау деген сияқты олқылықты сондай бір әрекеттер жасайтын болса мемлекеттік органның басшылары, онда жаңағыдай бұндай басшылар міндетті түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң бойынша жауаптылыққа тартылады деп көрсетіледі. Бірінші тарапта тәртіптік теріс қылықпен жауапқа тартылады. Егер де жаңағыдай мұнда да көрдіңіз, қоғамдық қауіптілік дәрежесіне де байланысты ғой. Егер де енді мемлекеттік органның басшысының тарапынан қылмыстық әрекет көрсетілген болса, онда қылмыстық кодекстің баптарымен жауапкершілік көрсетіледі. Егер бұл әкімшілік құқық бұзушылық болатын болса, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 676 бап пен 681 бап аралығындағы баптардан шара көрсетіледі. Енді келесі тапсырмамыз, бұл жерде мінекей осы бір-екі тапсырмадан кейін сабағымда, бүгін семинар сабағымда аяқтайын деп тұрмын. Және де тапсырмалар айтып барлықтарда. Бұлай деп көрсетеді: аудан әкімі өзінің баяндамасында жақын туыстар, ерлі-зайыптылар немесе жекжаттармен бірге қызмет істеуіне жол бермеу туралы норма Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетіледі. Әкім баяндамасында қандай заңнаманы негізге алып тұр және қандай баптарда көрсетілген бұл қозғалған норма дейді. Енді бұл жерде де көрдіңіз бе, егер мемлекеттік органдарда, мемлекеттік қызметтерде басшы, мемлекеттік органның басшысы мен қарамағында адамдар арасында, мемлекеттік қызметшілер арасында бір-біріне бағынышты мемлекеттік қызметшілер арасында туысқандық, жекжаттық, ағайындық, жаңағыдай жақындық болатын болса, онда әрине ол мемлекеттік қызметшілер бір мекемеде, бір бөлімде бірге қызмет атқара алмайды. Оған әрине тыйым салынған. Бұл жөнінен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңмен және де осы жерде жаңағыдай Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңда нақты көрсетеді. Мемлекеттік қызметшілер бір-біріне жаңағыдай туысқандық, жекжаттық, ағайындық қарым-қатынас туындаған жағдайда міндетті түрде жаңағыдай екі қызметшінің біреуі бір айдың көлемінде сол қызмет орнынан басқа қызметке ауысып кету керек.
деп жаңағыдай. Бұл енді бұл нормалар нақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда 14-ші бапта көрсетеді. Мемлекеттік қызмет туралы заңда 10-ші бапта көрсетеді. Мемлекеттік қызметшілердің жаңағыдай құқықтары мен міндеттері 10-ші 11-ші баптарда көрсетіледі. Енді егер де жаңағыда осы бір айдың көлемінде мемлекеттік органның басшысы дейік, және де қарамағындағы адам екеуі туысқан адамдар. Ешқандай жаңағыдай я қарамағындағы адам, я болмаса сол мемлекеттік органның басшысы басқа жаққа жұмысқа ауыспаса, ешқандай бір өзгеріс болмаған болса, онда жаңағыдай ол екі адамның екеуі де әрине бұл жерде жаңағыдай тәртіптік теріс қылық жасаған деп сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң бұзылған деп жаңағыдай негізінде мемлекеттік қызмет туралы заңның Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңның 50-ші бап бойынша жаңағыдай 50-ші бап бойынша жауапқа тартылады. Әрине екі қызметкердің екеуі де нақты айтқан кезде бұл жерде қолданылатын шара қызметінен босап кетеді. Бір тапсырманы енді оқып талдайын деп тұрмын. Одан кейін бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгін біз екі семинар өткіземіз. Бір семинарымыз осы, екінші семинар қысқашалау болады әрине. Тергеу бөлімінің басшысы өзінің ғылыми зерттеу дейді. Тергеу бөлімінің басшысы өзінің ғылыми зерттеу институтына жазған хатында былай дейді. Сыбайлас жемқорлықпен күресуге құқық қорғау органы қызметкерлері міндетті, ал жеке азаматтар сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстарды тергеп тексеруге құқығы жоқ деп көрсетеді. Тергеу бөлімінің басшысы өзінің хатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның қандай баптарын негізге алып тұр. Енді көрдіңіз, бұл жерде жаңағыдай ғылыми зерттеу институтына тергеу бөлімінің басшысы хат жіберіп тұр ғой, хат жолдап тұр. Хатында көрсетеді. Енді тергеумен жалпылай айналысу, ол қылмыстық процестік кодексі бойынша тергеушілердің, прокурорлардың, сот органдарының міндетіне, анықтаушы органдардың міндетіне кіреді. Ал енді жеке азаматтар, қоғамдық бірлестіктер, заңды тұлғалар тергеумен айналысуға құқығы жоқ деп көрсетеді. Бұл жөнінен әрине бұнда да жалпылай біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның бұл жерде 22-ші бабын айта аламыз. Өйткені онда тергеу органдары 20-ші бапта, 21-ші, 22-ші бапта айта аламыз. Онда жаңағыдай уәкілетті органдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл жерде жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлықпен жасалған құқық бұзушылық бойынша тергеу жүргізе алады, қылмыстық құқық бұзушылық бойынша тергеу жүргізе алады және әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар бойынша істер қарай алады. Ал енді 23-ші бапты алатын болса, 23-ші бапта көрсетіледі нағыз азаматтардың қандай құқығы бар екенін біз алдында да айтып кеткенбіз. Азаматтар әрине бұл жерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға қатыса алады, құқығы бар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кез келген жаңағыдай ұсыныстар жасай алады, жаңағыдай жолын кесу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау, тыю деген сияқты мәселелер бойынша. Және де телехабарлардан, жаңағыдай бұқаралық ақпарат құралдарынан хабарламаларға қатысып, сұхбат жүргізіп, өздерінің пікірлерін айтып, өздерінің ойларын айтып, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, болдырмау бойынша ұсыныстарын айтып, кез келген жаңағыдай телехабарлардан сөйлей алады. Құрметті білім алушылар, бүгінгі біз енді семинар сабағымызда біраз кішкентай тақырыптарды талдап кеттік. Біз әрине жаңағыдай тақырыпты өстіп бөліп талдайтын боламыз сабағымызда. Өйткені ақпаратты бір күнде бәрін меңгеріп алу мүмкін емес. Ең бастысы жаңағыдай білім алушыларымыз өзі жаңағыдай сабақта талданып, сабақта айтылып отырған мәселелерді меңгеру. Сондықтан да үйге тапсырма сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 20-ші бабы, 21, 22, 23-ші баптарын үйге оқып беріңіздер тапсырма. Үйге берілген тапсырма осындай. Ол енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң қолдарыңызда болу керек. 20, 21, 22, 23-ші баптарды оқып талдау. Көп рахмет.